Елімізде қандай иномарка жиі кездеседі? Бүкіл әлемде өндіріліп жатқан телевизорлардың тең жартысы кімдікі? Жер шары кімнің киносы мен музыкасын үзбей тамашалап отыр? Иә, көп халқымыз Кореяда жұмыс істеп жүрсе де, кәрістердің өнімі барлығымыздың үйімізде. Бірақ осындай заманауи елдің ішінде сондай тәтті емес оқиғалар да толып жатыр. Қараңыз, міне жайқалып тұрған Сеул, ал шетінде орналасқан аймақта өмір осындай. Мынау әлемнің алыптары миллиардты компаниялар, Hyundai, Samsung, LG тағы басқалары. Ал осылардың иелері мемлекетпен талай коррупциялық дауда болған бірнеше отбасы ғана. Осы коррупциялық схемалардың арқасында Кореяның 4 президенті түрмеге жабылды, біреуі өзіне қол жұмсаған және екеуінің балаларын түрмеге отырғызды. Балалар дегенде статистика бойынша Кореяда жасөспірімдер 4-еудің 3-і елден көшуді армандайды. Сонда да ешқандай табиғи байлығы жоқ кішкентай ғана мемлекет әлемді смартфонға, техникаға, кино мен музыкаға, машинаға толтырып отыр. Және есі кеткен диктатор басқаратын Солтүстік Кореямен көршілес бола тұра әлемнің 10-шы экономикасына айналғаны мені таң қалдырады. Бірақ осынша жетістікке жетіп тұрса да, Корея халқы кредитке батқан ең көп ішімдік ішетін және Азия елдерінің ішінде бақытсыз мемлекеттер тізіміне алды. Бір мемлекеттің ішіндегі жағдай қалай соншалықты жаман болуы, немесе соншалықты жақсы болуы мүмкін? Мынау әлемге танымал әншілер. Жігіттер түсінбей тұрсаңдар, бұл 91 по-корейски. Аты BTS, әйгілі кей-поп музыкалық тобы. Олардың видеолары YouTube'да миллион емес, миллиардтап қаралым жинайды. Және олар тек қана жас қыздар емес, Американың пенсионер президенттері де тыңдайды. Бірақ жарты ғасыр бұрын Оңтүстік Корея мүлде басқа ел еді. Міне 1974 жылғы ВВП статистикасына қарасақ, көршілес Солтүстік Кореядан еш айырмашылығы жоқ. Өйткені Пхеньянда да, Сеулде де билік басында диктаторлар отыр. Олар халықты да, экономиканы да қолында ұстап отыр. Мынаған қараңыз, қазіргі кей-поптың отанында сол кезде қысқа юбкаға және рок-н-роллға тыйым салынған. Міне мынау сол кездің барбершоуға шашы ұзын жігітті полиция қызметкері шашын қысқартуға желкелеп алып келе жатыр. Иә, ол кезде ұзын шаш қою тек әйелдерге ғана рұқсат болған. Жазбалар бойынша 1973 жылы 12 мың ер азаматтың шашын күштеп қидырған. Иә, бірақ экономика жағдайы да өте қиын. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Корея соғысы болып, тұтас мемлекет қосылмастай екіге бөлінді. Сол кезде солтүстік емес, осы оңтүстік Кореяның жағдайы өте қиын еді. No water, no transportation, no electricity or power. Kids are the ones who always suffer most. Солтүстік Корея жерінде табиғи байлықтары бар, заводтары қалып, жолы болды десек те болады. Ал оңтүстік Корея жерінің көбі таулы аймақтар. Егін өсіруге де жердің 20% ғана жарамды. Ендігі мәселе былай. Азық-түлікті де, энергияны да сырттан сатып алу үшін бірдеме өндіріп, сыртқа сатуым керек. Сонымен оңтүстік Корея киім мен аяқ киім өндіруді бастайды. Бірақ жеңіл өнеркәсіптің ақшасы тым көп болмағандықтан ауыр бірдемеге көшуге тура келді. 1969 жыл Американың Вьетнаммен соғысы ушығып, Кореядан 20 мың солдатын алып кетті. Және 100 миллиард доллар төлеп Кореяның 300 мың солдатын Вьетнам соғысына жалдады. Және оңтүстік Корея солтүстіктен төнген қауіпіне қарсы тұру үшін соғыс кемелерін, танктер, пулеметтер шығаратын завод салуға қаржы берді. Және елдің ішкі экономикасы даму үшін де кредитті аямай құйды. Бірақ оңтүстік Корея сияқты солтүстікте де ақша беріп отырғандар және техникамен жабдықтап отырғандар да болды. Екеуінің айырмашылығы, солтүстікте бүкіл байлықтың егесі партияның басшысы болса, ал демократияға ұқсайтын оңтүстігінде бүкіл бірнеше ғана ауқатты отбасына бөліп берді. Кореяда оларды чеболь деп айтады. Мысалы, Samsung бір чеболь, LG чеболь, Hyundai басқа чеболь. Чеболь қалай пайда болды? Мемлекетке миллиондаған халықпен немесе мыңдаған кәсіпкерлермен емес, өзінің бизнесте көрсеткен бірнеше адамға ғана бәрін бөліп беріп, соларды бақылауында ұстап отыру әлдеқайда ыңғайлы болды. Бергенде қалай? Ауқатты отбасыларға госзаказ, субсидия таратып береді, ал олар ақшалы кландар ары қарай өздері білгенін жасайды. Сонда да чеболь дегеніміз біздегі госкорпорациялармен салыстыруға келмейді.
Мысалы, Samsung басында кептірілген балықпен айналысты. Кейіннен қантпен, текстильмен, сақтандырумен айналысты. Ал қазір смартфон, телевизор, даже микропроцессорлар жасап шығарды. Samsung Heavy Industries has successfully built the world's largest container vessel. Одан бөлек контейнер таситын кемелер, құрылыс ғимараттарында Samsung салып жатыр. Дубайдағы Бурж Халифа, Тайвандағы Тайбэй, Малайзиядағы егіз ғимараттар. Осының бәрін салып жатқан Samsung, сонымен қатар Оңтүстік Корея экономикасының 20%-ын Samsung жалғыз өзі құрайды. Керемет емес пе? Әлемнің алпауыты сенің мемлекетінде. Бірақ 1997 жылы Азияда үлкен кризис болды. Сол кезде 37 чебольдің 12-сі банкротқа ұшырады. Өйткені басқару системасында талантты адамдар емес, жай қол бере алмайтын туыстық қарым-қатынастан болды. Міне мынау Samsung-тың негізін қалаған адам. Кейін компания ұлына өтті, одан кейін немересіне өтті. Осындай отбасыларға әрдайым демеу беріп тұрсаң, олар майланып, ерінуді шығарады. Тауарлары да бәсекелестігін жоғалтады, жұмысшылар да наразылығын білдіре бастайды. Міне, алысқа бармай қояйық, жақындағы мысал. 2018 жылы Корея алаңдарына 100 мың жастар шығып, чебольдармен жұмыс мәселесін шешуді талап етіп тұр. Елдегі жұмыс орнының аздығы да бұған себеп болады. Қараңыз, Корея халқының 70% жоғары білімді маман иесі. Әр жұмыс орнына таласатын адам саны көп. Бір адам бас тартса, орнына 3 адам кезекте тұратын чебольдар пайдаланады. Жастардың басқа елге көшкісі келуінің де себебі осы. Ал осы бәсекелестік ол мектеп қабырғасынан басталған. Біздегі ЕНТ сияқты Кореяның 8 сағат жүретін емтиханы сонин деп аталады. Және ол әлемдегі ең қиын емтихан деп есептеледі. Әр адам осыдан өтіп, университетке түсіп, маман иесі болғаннан кейін, одан да қиын жұмыс өмірі басталады. 2018 жылға дейінгі елдің заңы бойынша әр адам аптасына 68 сағат жұмыс істеу керек. Басқаша айтқанда бұл 8 емес, 11 сағаттан 6 күндік жұмыс. 2018 жылдан бері 68 сағатты 52 сағатқа қысқартты. Бұның өзі аз емес. Осындай елдегі ауыр жұмыс салдарынан бірінші пайда болатын мәселе ол халықтың көп ішімдік ішетіні. Ресми деректер бойынша жыл сайын Кореяда әр адам басына 366 банка сыра ішіледі екен. Бұл жергілікті соджу арағын есепке алмағанда. Ал жергілікті халық Здесь они пьют каждый день после того, как закончили работу. Айта кететін жай, Корея халқы дамыған елдер арасында суицидтан бірінші орында. Корея халқының өмірі шынында қандай екенін Игра кальмара немесе Паразиты киносынан көруге болады. Ол жерде бейшара кедейлер даже Wi-Fi интернетін сәл жағдайда ұстау көршілерінен ұрлап отыр. Және Сеулдің шетінде өмірдің қандай екенін көруге болады. Ал Игра кальмара киносында қарызға батқан бейшара халық ақша үшін бірін-бірі өлтіріп жатыр. Ал енді осылардың бәрін плюсын айтсақ, бұл киноларды Корея өздері жайлы түсіріп жатыр ғой. Демек, Корея киносы әлемнің назарын өзіне аударып отыр. Өйткені Игра кальмара Netflix тарихында ең көп қаралым жиналған кино болды. Ал осыдан алдын сол Паразиты киносы Оскар марапатының жылдың үздік киносы атағын жеңіп алған. Сонымен қалай мықты түсіруді үйреніп алды олар десеңіз, біріншіден бәрі бірден болған жоқ. 70 жылдары жігіттердің шаштарын қинап қырқып жүргенде билік киноны да өз бақылауында ұстады. Сол кездегі заң бойынша шетелдің бір киносын қою үшін кинотеатрларда жергілікті 3 кино болу керек. Халық шетелдің киносын көргісі келеді. Сондықтан кинотеатрлар не істейді? Арзан, сапасыз киноны 3 экземплярдан түсіріп отырады. Сапасыз кино қайда кетеді десеңіз, сол шыққан жеріне. Енді Корея киносының осынша жетістікке жеткеніне кім себеп десеңіз, біріншіден динозаврлар, екінші кәрістердің өздері. Түсіндіріп айта кетейік. 1993 жылы Стивен Спилбергтің «Парк юрского периода» атты киносы әлем кинотеатрларында миллиардтар жинап рекорд жасады. Кореяда билік отырып санаса, резинадан жасалған динозаврлардың бір киносының табысы 1,5 миллион автомобиль өндіріп шетелге сатқанмен бірдей. Сонымен чеболь достарын жинап кино түсіруге бұйырады.
Samsung, Daiwa киноға кірісіп, түсірілімге араласып, әдеттегідей керек жерлеріне өзіне ыңғайлы адамдарды қойып бастайды. Тек 1997 жылғы кризистің арқасында егесіз қалған кино индустриясы халықтың қолына тиеді. Айта кетсек, Корея халқы киноны өте қатты сүйеді. Даже биліктің бақылауы кезінде статистика бойынша әр кәріс жылына 6 рет киноға барған. Осыдан 2000 жылы халық арасында кино түсіруге қызығушылардың сайты пайда болды. Ол жерде кино түсіріліміне кез келген адам ақша қоса алатын еді. Мысалы, Лас Патша деген киноның түсіріліміне 464 адам 100 миллион вон жинап берді. Барлық салымшылар 97% табыс көрді. Дәл осыдан кейін Корея киноиндустриясына үлкен венчурлы компаниялар ақша құя бастап, билік те киноиндустриясын қолдай бастады. Осыдан кейін Кореяның режиссерларына өте жақсы жағдай пайда болды. Тыйым жоқ, ақша көп, халықта киноны жақсы көреді. Иә, билік енді есі кіріп, тек қана киноны емес, музыканы да қолдай бастады. Yes, a wonderful guy. Here's Jimmy. How did you get it right? Why you don't know who he is? Everybody has to know his name. Мысалы, BTS тобы, ол жылына 4-6 миллиард доллар елге табыс алып келеді. Бұл Черногория немесе Мальдив сияқты мемлекеттің бір жылдық табысымен тең. Осылайша BTS тобы Кореяның тірі қазынасы деуге де болады. Даже статистика бойынша әрбір 13-ші турист сол BTS-ті көруге бола елге келеді. Бірақ 50 жыл артқа оралсақ, әншілердің де жағдайы қиын еді. Әр әнші өзінің альбомына Конжу Кайоны қосу керек еді. Дұрыстап айтсақ, бұл билікті мақтау немесе халықты Корея үшін тынбай еңбек етуіне шақыру болады. Ал енді жарты ғасыр өткеннен кейін биліктің Корея халқы үшін тек қана заводта емес, осылай да табыс келуге болатынын түсінгені қандай жақсы, иә? Кей-поп қазір Кореяға көп ақша әкеліп тұрған үлкен индустрия. Елде сол кей-поп топтарының лидерін жасайтын, айдолдар жасайтын мектептер де өте көп. Ол жерде қандай пластикалық операциялар жасап, қалай азу керектігін үйретеді. Қай жерде қалай билеу керектігін, даже дайындықтары күніне 20 сағаттан асып кетеді. They push you really hard. Осылайша кей-поп сахнасына шыққан әншілердің көбісі құлдыққа тең контракттардың арқасында алғашқы жылдары кедейлікте өмір сүреді. Әртістер тұрған жеріне, оқыған оқуына, киіміне, тамағына төлеу үшін қарыз болып қалады. Орташа әртістің үлкен сахнаға шығуына дейінгі шығыны $1 миллион бағаланып отыр. Әзірше өзіне ақша табу BTS сияқты үлкен топтарға ғана мүмкіндік болып тұр. Дегенмен, осы жарқыраған бейнелердің арқасында онша тәтті емес оқиғаларға қайтадан келдік. Әрине, Оңтүстік Корея өз халқын жоғары білімді қылып, технологиялар дамытып, үлкен жетістіктерге жетті. Мәдениетінде терең дамытты. Қазір бүкіл әлем Кореяның киносы мен музыкасын тыңдап жүр. Иә, мемлекет тек өз адамдарына ғана бәрін бөліп берді. Бірақ осы бөліп берген адамдарға өте қатал талаптар қойды. Сонда да осы жетістікке жеткен жолы да үлкен сұрақ. Өйткені мемлекет көп халқын бақытты қыла алмады. Байлары байып жатыр, ал кедейлері одан әрі кедейленіп жатыр. Бұл әлемдегі капитализмнің мәңгілік проблемасы. Видео ұнаса пікір қалдырып лайк бас. Келесі видеода кездескенше.